Жақында фильм түсірген Қайрат Нұртастың әйелінің әрекетіне қатысты көп сын айтылып жатыр. Желіде оқырмандар оның тым жеңілтек екеніне назар аударған. Әлеуметтік желіде Жұлдыз Әбдікәрімованың түсірген «Ажасамын» фильмінің үзінділері жүр. Сондай эпизодтардың бірінде Қайрат Нұртастың жұбайының Ямахада есіріп ойнағаны көпшілікке жақпай қалды. Кейбірі енесі Гүлзира Айдарбекова 10 жыл елден жасырып жүргені енді түсінікті деп жазған. Босатып жіберсе лағып кететін енесі білген екен ғой, 10 жыл неге жасырғаны енді түсінікті. Мән-мағынасы жоқ дүние. Көшеге шыға алмай жүр екен, әбден құтырды. Қайрат әйелін елге көрсетпей жүре тұруы керек еді. Мына қызығынан босанған екен деп сыни пікірлер жазған болатын. Бұған дейін Жұлдыз түсірген осы фильмде актриса Айгүл Иманбаеваның жас актер Шерхан Пірназармен сүйіскен сәті желіге тарап кеткен болатын. Ал сіздердің бұл актер-актрисалар жайлы ойларыңыз қалай? Комментарияға жаза кетіңіздер. Видеоларым қызық болса, маған тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер.